Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сауат ашу негіздері пәнінен Ф әріпі мен дыбысы тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазады. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастайық. Кел, балалар, күлейік, күлкі менен түлейік, күлкі көңіл ашады, күліп өмір сүрейік. Кел, балалар, күлейік, күлкі менен түлейік, қабақ түйген не керек, көңілді боп жүрейік. Жарайсыңдар оқушылар, енді тақтаға назар аударайық. Ненің суреті берілген? Дұрыс айтасыңдар. Фотоаппараттың. Фотоаппарат дегенде бірінші қандай әріп келіп тұр? Ф әрпі келіп тұр. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, Ф әрпі дауыссыз дыбыс, сол себепті көк түспен бейнеленеді. Ф әрпінің жоғарыда баспа түрі, ал мынау жазба түрі. Ал енді балалар, Ф әрпіне берілген видеороликті тамашалайық. Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Ф әрпі. Ф әріпі. Футбол. Футбол. Фотограф. Фотограф. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Фабрика. Фабрика. Телефон. Телефон. Кітабымыздың 102-ші бетінде Ф әрпіне берілген сөздерді оқиық. Ферма, фирма, фото, факс, телефон, телеграф, футбол, аль-фараби. Ал енді өлеңді оқиық. Футбол деген ойынға барлық бала құмарақ, бірақ жолдың бойында доп теппеңдер қуалап. Ал енді Ф әрпінің бас әрпінің жазылуына назар аударайық. Түзу, солға қараған көлбеу сызық, бүтін құрсау, бүтін құрсау. Кіші әрпінің жазылуына назар аударайық. Түзу, көлбеу сызық, бүтін құрсау, бүтін құрсау. Ал енді оқушылар, кері байланыс, сабақ түсінікті болса қызыл түсті, жартылай түсінсек сары, мүлде түсінбесек жасыл түсті жібереміз. Назар аударғандарыңызға рахмет.